Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар және оқушылар. Мен өзімді таныстырып өтейін. Алматы облысы Қарасай ауданы Сәтбаев атындағы орта мектебінің информатика пәнінің мұғалімі боламын. Бүгінгі сіздерге таныстырып өтетін тақырыбым Word, Microsoft Word программасымен қалай жұмыс жасаймыз және оның қалып күй жолындағы меню қатарларын көрсететін боламын. Алдымен Wordқа қалай кіреміз? Компьютерді іске қосқаннан кейін пускқа барып все программы, осы жерден Microsoft Word'ты таңдап аламыз. Менде Word 2016 версиясы екен. Қазір жүктейміз, новый документ деп ашылады. Енді бұл жерде бұл Word бағдарламасының меню қатарларымен таныстырып өтейін. Бізде бірінші мына қатарда ең басты тақырып жолы деп аталады. Бұл тақырып жолында біз кез келген өзімізге керекті мағлұматтарды алуымызға болады. Бұл қатарда мысалы тақырып жолында не тұрады деп ойлап тұрған шығарсыздар. Мынау жазылған Word'тағы тақырыптың аты жазылып тұрады. Мысалы менде Word 2 деп сақталып тұр. Одан кейін екінші бізде мәзір жолағы деп аталады. Мәзір жолағы главная, файл, ставка, дизайн, макет, ссылки, тағы басқа осындай меню қатары тұрады. Бұл бізде балалар мәзір жолы деп аталады. Үшінші бізде құрал саймандар тақтасы деп аталады. Үшінші мінекей. Құрал саймандар тақтасында бізде көптеген жазған мәтініміздің түсін өзгертуімізге болады, қарпін, шрифтін өзгертуімізге болады. Қазір ол жөнінде тоқталып өтеміз. Төртінші бізде айналдыру жолағы деп аталады. Айналдыру жолағы деп отырғанымыз мынау сызғыштарды айтсақ болады. Мінекей. Мынау бізде айналдыру жолақтары. Бесінші бізде сызғыш деп аталады. Жазған мәтінімізді ретке келтіру үшін арнайы сызғыш, мінекей, сызғыш пайдаланамыз. Жетіншіден қалып күй аймағы деп аталады. Бізде қалып күй аймағы міне страница 1 деп тұр, число 0 деп тұр, мысалы қазақ тілі. Қалып күй қатарында біздің жұмыс жасап отырған беттің саны немесе цифры көрініп отырады. Одан жұмыс аймағы деп отырғанымыз мінекей А4 формат сияқты аппақ қағаз тұрады ортасында. Осы бізде жұмыс аймағы деп аталады. Келесі масштаб деп аталады. Сегізінші масштаб деп отырғанымыз компьютердің осы оң жақ бетінде орналасқан астында тұрады. Масштабын үлкейтуімізге болады, кішірейтуімізге болады, немесе Word'ты бір бетке келтіруімізге болады, немесе кітапша сияқты екі бетке де келтіріп өзіміздің қалауымыз бойынша ашып орындауымызға болады. Енді қысқа ғана Word'та қалай жұмыс жасаймыз, сол жайында айтамын. Мысалы бір мәтінді жазайық, мысалы бірінші қазақ тілі таңдап аламыз. Табиғат аясында деген тақырып жазайық, мысалы табиғат аясында сызықша табиғат аясында серуендеу, мысалы серуендеу. Енді осы жазған мәтінді біз өзгертуімізге болады. Ол үшін жаңағы қалып күй қатарынан бізге ең біріншіден шрифтін өзгертуіміз керек. Біз көбіне Times New Roman қарпін таңдаймыз. Сол жерде бізде шрифтің размерлері тұрады. Мінекей. Көбіне біз 14 шрифтпен жазамыз. Тақырыпты міндетті түрде қараға ауыстырамыз. Және міне по центру деген болады, яғни ортасына қарай ауыстырамыз. Оны шетке қойсақ та болады, немесе оң жаққа, сол жаққа, немесе осылай ауыстыра беруімізге болады. Мен ортасына қояйын. Табиғат аясында серуендеу деген тақырып деп алдым. Одан кейін оның түсін өзгертуімізге болады. Бұны қарайтып алып, мінекей қалып күй қатарында цвет шрифта деген болады. Сол батырманы бассақ, әртүрлі түстер болады. Мысалы мен қызыл түсті алдым. Әрі қарай келесі сөйлемді жалғастыру үшін Enter пернесін басамын. Сол арқылы әрі қарай мәтінімді тере бастаймын.
бұл жерге балалар Word бағдарламасына суретте кірістіруімізге болады. Ол үшін вставка менюна барып, вставка менюнда рисунки батырмасы арқылы кез келген суретті, мысалы біз дайын жүктелген загрузкидан да алуымызға болады, немесе жұмыс үстелі, яғни рабочая область, рабочий столдан да алуымызға болады, кез келген изображениені алуымызға болады. Мінекей. Осы жерден папкеге сақталған фотосуреттер де болуы мүмкін. Сол жерден өзіміздің кез келген суретімізді орната беруімізге болады. Мысалы, біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың суретін қойсақ болады осылай. Енді осы суретке мінекей, осы жерде қалыпкер қатарында формат деген бөлім болады. Сол формат бөлімінде осы суретті әрі қарай өңдеуімізге болады. Яғни рамка қоюымызға болады. 4 бұрышты дөңгелек қылып, мінекей. Немесе былай. Немесе осылай жасауымызға өздеріңіздің қалаған, ұнаған рамка таңдау арқылы қойсаңыздар болады. Мінекей осылай қойсақ болады. Керек емес суретті қайтадан үстін бір рет басып, delete батырмасы арқылы өшіріп тастауымызға болады. Бүгінге қысқа және нұсқа осылай Word мәтінінің мен тек қана құрал саймандарымен таныстырдым. Жалпы Word дегеніміз не? Word дегеніміз, яғни мәтіннен тұратын құжаттарды дайындауға арналған мәтіндік редактор деп аталады. Яғни Microsoft фирмасының офиске арналған программалық өнімі деп аталады. Келесі сабақта осы Word-тың жалғастыратын боламыз. Әрі қарай күрделі тағы да құрал саймандары қалай жұмыс істеу керек, сол жайында түсіндіріп өтетін боламын. Сау сәлеметте болыңыздар.